Осы симулятор арқылы біз математикалық маятникке тербеліс периодын тәжірибе жасап көрсете аламыз. Симуляторда біз математикалық маятниктің ұзындығын өзгерте аламыз, массасын өзгерте аламыз, және гравитациясымен өзгерте аламыз. Осы бірінші тәжірибеде ұзындығын 08 метр деп, массасын 05 килограмм деп алайық. Енді оны алып тұтамыз. Екінші тәжірибеде массасын өзгертпейді, тек қана ұзындығын өзгерттім 1 метрге. Бұл жерде ұзындығы өзгерген сайын осы периоды ұзарғанын көреміз. Үшінші тәжірибеде мен ұзындығын өзгерткен жоқпын, тек массасын арттырдым 1 килограммға. Бұл жерде осы тербелістің периоды массаға тәуелді емес екенін көрсетеміз. Және математикалық маятник тербеліс периодының формуласы Т тең 2π Т1 асты L бөлінген G. Осы тәжірибеде осы формуланы дұрыстығын дәлелдедік. Симулятор арқылы серпелі маятникке байланысты зертханалық жұмыс жасап көрейік. Ең алдымен серпелі маятник дейміз, серпеге ілінген жүк. Бұл жақта бізде PET симуляторы, оның серпелі маятниктің параметрлерін өзгертуге болады. Ол серпенің қатаңдығы және де серпеге ілінген жүктің массасы. Біз үш зертханалық тәжірибе жасап көреміз. Ең біріншісінде оларда серпенің қатаңдықтары да бірдей, және серпеге ілінген жүктің массалары бірдей. Екеуін бірдей шамаға алып тұтамыз. Сол кезде олардың тербеліс периодтарының бірдей екенін көре аламыз. Екінші тәжірибе, біз бір серпенің қатаңдығын арттырып, ал жүктерді өз қалпына қалдырамыз. Осы кезде бірдей шамаға алған кезде тербеліс периодтарының өзгерісін байқай аламыз. Яғни қатаңдығы көп серпе азырақ тербеледі. Енді келесі соңғы тәжірибеде біз қатаңдықтары бірдей екі серпеге екі түрлі жүгінеміз. Және оларды бірдей шамаға ауытқытып, тербелісінің өзгерісін байқаймыз. Енді серпелі маятниктің тербеліс периодының формуласын жазсақ, ол Т тең 2π Т1 асты М бөлінген К. Енді зертханалық жұмыс бойынша серпелі маятниктің тербеліс периоды серпеге ілінген жүктің массасына және серпенің қатаңдығына тәуелді екенін байқауға болады. Біз бұл симуляторда абсолюттік қара дененің сәуле шығаруы температураға тәуелді екенін көре аламыз. Яғни температураны қаншалықты өзгерткен сайын бізде сәуле шығаруы да соншалықты өзгере бастайды. Бұл модель жинағыш линзаның көмегімен кескін алуды көрсетеді. Мынау жинағыш линза, және оның алдында дене тұр. Біз осы денені қалауымызша өзгерте аламыз. Мысалға пингвинға, немесе жұлдызшаға, және де бізге ыңғайлы тілшеге өзгерте аламыз. Тілшені алыстата немесе жақындата отырып, кескін өзгеруін көре аламыз. Енді біз алдында жасалынған екі құрал жабдықтар арқылы жасалған тәжірибені біз виртуалды зертханада жасай аламыз. Ол бізде бұл жерде бірнеше резистор берілген, және де осы біздегі электр тізбегінде тізбектей жалғаған екі резистор беріліпті. Осы екі резистордың әрбір резистордың ұшында параллель бізде жалғаған 2 вольтметр берілген. Ал енді мынау үшінші вольтметр, ол бізде екі резистордың ұштарындағы кернеуді өлшеп тұр, яғни осы тізбектегі жалпы кернеу. Және де осыған қоса біздің тізбегімізде кілт берілген, яғни осы тізбекті тұйықтау үшін реостат, яғни кедергіні біз бақылай алатын үшін, және де ток күші ол бізде, яғни амперметр арқылы біз ток күшін өлшей аламыз. Енді біз осы тәжірибені жүзінде көрсек, кілт арқылы біз тұйықтап жатырмыз.
Енді бұл бізде шамалар беріліп тұр. Яғни осы тізбектегі жалпы топ күші бізде 1,50 тең болып тұр. Ал енді бізде U1 және U2, яғни осы екі резистордың ұшындағы кернеулер 6 вольт және де 3,175 вольтқа тең болып тұр. Ал енді біз білетіндей тізбекте қосылған резисторларда бізде вольтметрлерді, яғни екі кернеуді қосқан кезде жалпы кернеу олардың яғни 9,175 вольтқа тең болып тұр. Ал енді біз осы берілген шамалар арқылы яғни Ом заңын жазып жіберсек, яғни I тең U бөлінген R. Ал енді осы жерде біз жалпы кедергіні табу үшін біз формуланы қолданғанда R тең U бөлінген I деген формуланы шығарамыз. Ал енді біз R жалпы тапқанда бізде U 9,175-ке тең болып тұрса, E жалпы бізде 1,5. Яғни осы жерден бізде 6,5 жалпы кедергі шығады. Ал енді бәрімізге белгілі болғандықтан бізде екі резистор тізбекте қосылған кезде бізде топ күші әрбір резисторде тең болады. Яғни осы арқылы біз әрбір резистордағы кедергіні таба аламыз. Яғни сондықтан біз алдында жазып кеткен формуланы қолдансақ, яғни R1 ол бізде U1 бөлінген E-ге тең болады. Яғни бізде U1 6 вольт, ал E бізде 1,5. Яғни бізден бұл 4 Ом шығады. Ал R2 дәл осы формуламен тапқанда U2 бөлінген E, U2 бізде 3,175 бөлінген 1,5. Бұл жерден бізде 2,5 Ом. Біз алдында осы шығарған кездегі R жалпы, яғни осы тізбектегі жалпы кедергіні біз дұрыс таптық па, соны біз тексерсек, яғни R жалпы бізде R1 қосылған R2-ге тең болады. Бұл жерде 4 қосылған 2,5, яғни 6,5 Ом. Яғни бізде осы алдында шығарған бізде R жалпыны жауабы бізде яғни дұрыс екенін біз дәлелдеп тұрмыз. Платформасы ашылды. Енді осы Сократив тест платформасы бойынша қазір шағын оқушылардың білімін бағалау үшін динамика негіздері тарауында тест жұмысын орындайтын боламыз. Динамика негіздері дегенді бастым. Яғни мына жерде мына өзімізге қажетті тетіктерін басамыз. Яғни мына екі бөлімді оқушылардың аттарын жазылуды талап етеді және сұрақтар мен жауаптарды орындарын өзгертеді. Ланчты басқаннан кейін тест жұмысы басталды. Оқушылар, енді сіздер Сократив студент платформасы бойынша қосылып, осы жерде міне тест ашылды. Оқушылар әрбір мұғалімнің өзіңіз бастаған кезде өзінің румнейм дейді, әрбір пән мұғалімінің өзінің аты жөні болады. Яғни менде Мукана 9551. Сол бойынша оқушылар міне кіріп жатыр, оқушылардың бәрі кірді, міне тест жұмыстарын жасап жатыр. Бұл жерде оқушылар жауаптар көрмеу үшін экранды өшіріп қоюға болады, немесе бақылап қарап отыруға болады. Бұл жерде кімнің дұрыс жауап беріп жатыр, кімнің қате жауап беріп жатқаны көрініп тұрады. Бұл жерде оқушылардың білімін тексеру үшін жалпы неше түрлі платформалар, соның ішінде осы Сократив тест платформасын қалай қолдану керектігін түсіну қажет болғандықтан оқушыларға берілген тапсырманы кез келген жауапты баса салыңыздар деп өтіндім. Мысалы, тест аяқталды, тест аяқталғаннан кейін финиш активитиді басамыз. Яғни финишті басқаннан кейін бұл жерде оқушылардың барлық жауаптары көрініп тұрады. Яғни кім қаншалықты прогресс, яғни барлық тапсырмаларды орындады 100%, және содан кейін оқушылардың алған балдары көрсетіліп тұрады. Ендігі жерде интерактивті панельдің көмегімен цифрлық оқу ресурстарын пайдалану жөнінде қысқаша тоқталып өткім келеді. Кабинетке бізге берілген интерактивті тақта, яғни бұл Promethean интерактив панелі титаниум деп аталады. Мүмкіншіліктері өте зор. Жалпы осы цифрлы оқу ресурстары мұғалімдер үшін таптырмас көмекші деп айтсақ болады. Яғни кез келген сабақты жоспарлауда, сабақты басқаруда, сабақтың жоспарын тиімді етіп құрастырып, сабақты тиімді етіп өткізуге көмектеседі. Және әрбір педагогтың кәсіби дамуы үшін, педагогтардың цифрлық сауаттылығын арттыру және оқу үдерісінде жаңа технологияларды енгізуге
бірден бір көмекші болып табылады. Енді қысқаша осы цифрлық ресурстардың түрлеріне келетін болсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, көптеген әртүрлі электронды оқулықтар, виртуалды зертханалар, түрлі тренажерлар, білім беру платформалары, яғни өздеріңіз көптен білетін көптеген тағы басқа мультимедиялық ресурстар, бейне, аудио және анимациялар. Ал мына кестеде сіздерге осы оқу үдерісінде қолданылып жүрген қазіргі кең танымал платформалар және осы платформалардың сипаттамалары және сілтемелерін көрсетіп қойдым. Әсіресе менің тоқталғым келетіні FET Interactive Simulations, яғни көптеген тегін интерактивті ғылыми негізделген симуляциялар жиынтығы. Бұл әртүрлі зертханалық, практикалық жұмыстарды интерактивті, көрнекі әрі заманауи етуге көмектесетін цифрлық ресурс. Яғни бұны барлық пән мұғалімдері қолданып жүр деп ойлаймын. Тек қана физикадан емес, жаратылыстану пәндерінің барлығынан, химиядан, биологиядан, географиядан көптеген әртүрлі зертханалық жұмыстардың симуляциясы жасалған. Енді физика сабағында бізге өте жақсы көмекші болып табылады. Жаңа осы видео роликте көргендеріңіздей нақты тәжірибелерді, яғни анимациялап көрсетеді, немесе виртуалды түрде зертханалық жұмыстар жасауға болады. Және сонымен бірге біз мектеп зертханасында жасай алмайтын күрделі физикалық құбылыстардың модельдерін көрсете алады. Жаңа осы видеороликте мысалы абсолют қара дененің сәуле шығарылу интенсивтілігін көрсетуге болатын, тағы басқа атом ядросында мысалы Резерфорд тәжірибесі, тағы басқа көптеген тарихи физикадағы эксперименттердің моделін көрсетуге көмекші құрал. Ары қарай атап өтетін болсам, мына жерде Canva, барлықтарыңыз өздеріңіз білесіздер, графикалық дизайн платформасы, көптеген сабақ барысында платформаларды, түрлі постерлерді кәсіби деңгейде рәсімдеуге мүмкіндік береді. Және сонымен бірге оқушылардың және мұғалімдердің әртүрлі зерттеу жобасының нәтижелерін ғылыми конференцияға немесе сынып алдында семинарларда, конференцияларда қорғауға өте жақсы көмекші болып табылады. Сонымен қатар қазіргі кезде осы жасанды интеллекті бізге өте жақсы көмекші болып келе жатыр. Оның көптеген түрлерін өздеріңіз қолданып жүрген боларсыздар. Gemini, ChatGPT, тағы басқа көптеген жасанды интеллект құралдарын сабақ барысында қолданып жүрміз. Сонымен бірге осы сабақ барысында оқушылардың білімін тексеруге, сабақты бекітуге қолданылатын WordAll Learning Apps деген, яғни интерактивті платформа, яғни интерактивті жаттығуларды, викториналар, сәйкестендіру, сөз жұмбақтар тез құрап, жылдам құруға арналған онлайн сервистер. Яғни сабақты белсендетуге, білімді жаңа тақырыпты бекітуге, кері байланыс орнатуға өте жақсы көмекші болып табылады. Ары қарай трекер, және енді бізде қазіргі кезде физикада, астрономияға сағаттар аз бөлінген, бірақ қазір балаларға ескертіп, балаларға көрсетуге қолданатын Stellarium деген компьютерден арналған тегін ашық кодты 3D планетарий, яғни аспан сферасын шынайы уақыт режимінде көрсетуге болады.